3000 қалай бар, солай Бану Құрайзаның қамалдарын келіп қоршайды. Сонда Бану Құрайзаның басшысы Кааб ибн Асад деген кісі, Кааб ибн Асад, сол келіп бүкіл яһудилердің үлкендерін жинайды. Сонда айтады: айналайындар, енді біз мына келді мұсылмандардың әскері. Біздің қиянатшылдығымыздың енді опасын, жаңағы жазасын көреміз, қазір жейміз, татамыз соны. Сондықтан менің сендерге айтатын бірнеше ұсыныстарым бар. Соның біріншісі, барлығымыз түгелдей исламға кіреміз. Сол кезде малымыз да, жанымыз да, баламыз да, өзіміз де аман қаламыз дейді. Нәрсе не дейді? Олай болатын болса, қазір, дәл қазір, міне кеш батып келе жатыр, әйел бала шағаларыңды шығарып алып, барлығын өлтіріп тастаңдар дейді, өз қолдарыңмен. Әркім өзінің әйелін, бала шағасын өлтіріп тастасын, ертең қорықпай соғысу үшін дейді. Осылайша сол әңгімелерді айтқаннан кейін ешқайсысын қабылдамады. Енді олай болатын болса, онда Мұхаммедтің үкіміне жүгінесіңдер дейді. Бану Құрайзаның басшысы айтады: Мұхаммедтің үкіміне жүгінесің, сонда сендерге көрсетеді Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам істейтін. Сонда іштерінде жаңағы яһудидің әйел бала шаға барлығы шыңғырып айқайлады дейді: ей Кааб, бізге зұлымдық жасама, Мұхаммедке үкім бергенес, өлтіреді ғой ол Кааб бізді. Мұхаммедтің үкіміне жүгін деген не нәрсе ол? Абу Лубаба жүр ғой Мұхаммедтің қасында. Абу Лубаба Бану Құрайзада тұрады екен да. Яһудилермен көрші тұрады екен. Абу Лубаба Рифаа ибн Мунзир әл-Ансари деген ансарлық ұлы сахабалардың бірі. Бұл кісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Ақаба сертінде келіп ант қабылдаған кісі. Бұл кісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Бәдірге кетіп бара жатқан кезде, Бәдірде жаңа жарты жолдан қайтқан кісі, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұған қатысқан адамдардікіндей мөлшерде не береді? Олжа бөліп береді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі қайтарады, сен Мәдинада қалшы дейді. Бұл кісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ана Ақаба сертінде әрбір қауымнан бір нақиб дейді, бір басшы таңдаған кезде 12 басшы таңдалған, 12-нің біреуі осы Абу Лубаба Рифаа ибн Мунзир әл-Ансари деген ұлы сахаба. Сол Абу Лубабаны Мұхаммедке айтайық, Абу Лубабаны бізге жіберсін. Абу Лубаба біздің арамызда бір шешімді қабылдауға келсін дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қандай бір рақымшылығы, Абу Лубабаны шақыртады ғой. Абу Лубаба, сен шақырып жатыр, кіре ғой дейді. Қараңыз, бүкіл мүмкіншілікті беріп жатыр аналарға. Бұлардың қиянаттарын істеп жатыр. Қиянатпен қиянат қылып жауап беріп жатқан жоқ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бүкіл мүмкіншілікті беріп жатыр. Абу Лубаба радиаллаху анху кірді, Бану Құрайзаның ішіне кірді. Абу Лубаба, ана бала шаға әйелдер Абу Лубабаның аяғына құлаған ғой, жылап жатыр дейді. Еркектері жалынып жүр. Әйел бала шағаны күшті істейді, әдіс тәсілдері күшті да бұлардың. Әйел бала шағаларын Абу Лубабаның аяғына жармастырып қойған. Ей Абу Лубаба, бізді құртайын деп жатыр Мұхаммед. Арамызда бір жақсы үкім шығармасаң, үкім шығарушылардың ішінде ең жақсы сен болмасаң, құрдық я Абу Лубаба деп осындай әңгімелерді айтады. Жүрегі жібіп кетеді Абу Лубаба радиаллаху анху. Абу Лубаба, қандай үкім шығармақшы Мұхаммед бізге дейді. Қандай үкім шығармақшы бізге? Деген кезде Абу Лубаба не деді? Деп айтты. Сөйлеген жоқ. Өлтіреді деп айтты. Бір кезде осы нәрсені істеді Абу Лубаба радиаллаху анху. Тақ еткізіп есіне түсіп кетті ғой. Аллаға және оның елшісіне қиянат жасағандығы. Басқа шаруамен келген адам ғой, басқа нәрсені көрсетіп кетті оларға. Өлтіреді деді ол. Сөйтіп қорқып кетті. Қорықты да айналайындар деді, үкімдеріңді өздерің шығарып алыңдар деді. Мен кеттім деді. Сол жерден Бану Құрайзадан шығып алып, бәлем-бай шақырым Мәдинаға қарай қашып кетеді Абу Лубаба радиаллаху анху. Барады да Мәдинаға кіріп келіп әйеліне айтады: тез пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешіне байлап таста мен бөренге дейді. Осылайша қол аяғымен қосып байлап тастайды, ешқайсысын шешпеңдер, тамақты әкелмеңдер маған дейді. Мен Аллаға және оның елшісіне қиянат жасап қойдым дейді. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам отыр, Абу Лубаба келеді деп. Абу Лубаба бір кезде Мәдинадан хабаршылар келіп тұр дейді: я Алланың елшісі Абу Лубаба Мәдинада байланып тұр дейді. Соны осындай жағдай болыпты, ол осылай бүйтіп көрсетіп қойды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: ай әттеген ай дейді. Әттеген ай, Абу Лубаба өзімізге келгенде ғой бірінші. Онда біз оған Алладан кешірім тілейтін едік дейді.
Енді ол Алланың үкімін күтеді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Жеткен бойда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жаңа Абу Лубаба деген сахабасын көреді, байланып тұр. 6 күндей өтіп кеткен. Сахабалардың өзі біртүрлі көзбен қарайды анаған. Сатқын ғой деген сияқты. Сондай ғой. Бірақ пенде пайғамбардан кейінгі бүкіл адамзат қателеседі. Ол қандай сахаба болса да. Сонымен Абу Лубаба тамақ жоқ, дым жоқ, салмақ тасталып қалған дейді. 6 күн бойы ештеңе жоқ. Көзінің көруі нашарлап кеткен дейді. Еріндері құрғап қалған. Намаздың уақытысында ғана босатылады, намаздан кейін әйел келіп байлап тастайды екен. Сол 7-ші күні болған кезде, Бәну Құрайза жорығы бітіп, 7-ші күні болған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Умму Салама анамыздың үйінде екен. Өзінің әйелі Умму Саламаның үйінде отырған кезінде бір кезде кенет үнсіз қалды да, "Ей Умму Салама, қуана бер" деп айтты дейді. "Ей Умму Салама, қуана бер, Аллах Тағала Абу Лубабаға қатысты үкімді шығарды" дейді. Сөйтсек Абу Лубабаға қатысты Анфал сүресінің 27 және Таубе сүресінің 102-ші аяттар түскен екен. "Я айюхаллазина аману ла тахунуллаха ва расул". Ей иман келтіргендер, Аллаға және оның елшісіне қиянат жасамаңдар деген аяттар түскен екен осы Абу Лубабаға. Және олардың іштерінде бір адамдар бар, қателесіп күнәға батып қалатын дейді. Бірақ Аллах Тағала тәубелерді қабыл етуші деген аяттың мағынасында осылай келеді. Міне осылайша Абу Лубаба радиаллаху анхудың түннің ішінде аят түсіп, Умму Салама анамыз айтады, "Я Алланың елшісі, хабарды жеткізе берейін ба" дейді. Қуанышты хабар ғой енді. Барып, "Ей Абу Лубаба, Аллах Тағала саған қатысты үкімді шығарды" дейді. Пәлен деген аяттар түсті жаңа ғана дейді. "Енді шеш, қолыңды босата бер" дейді. Сонда Абу Лубаба радиаллаху анху не дейді? "Мені Алла елшісінің өзі келіп шешпейінше жылжымаймын бұл жерден" дейді. Алла елшісінің өзі мені кешіріп шешпейінше. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір кезде таң намазынан шығып келе жатыр дейді. Абу Лубаба радиаллаху анху қолын шешіп, сахабалардың барлығы құшақтап, қайтадан не істеді? Қатарына Алла кешірген нәрсені сен пенде Алланың ісіне араласа алмайсың. Сахабалар, бірнеше сахабалар бар. Осындай неге қатысты, жаңағы қателіктерге қатысты аяттар түсуіне себепші болған. Міне бізге де бұл аят ол кісіге айтылғанмен бүкіл үмметті қамтиды бұл аят. Міне Абу Лубаба радиаллаху анху кейін жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен бірге жорықтардың барлығына қатысады, Худайбияға басқасына тек Табук шайқасында қалып қойған деген бір хабарлар бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін де Абу Бәкірдің кезіндегі бүкіл жорыққа қатысады. Мусайлама Каззабпен өтірікші пайғамбармен соғысады. Оларды жеңеді. Халид ибн Валидтің құрамындағы бірнеше соғысқа қатысады. Рим империясын құлатудағы Ярмук, Қайсария, тағы қандай? Димашқ, қазіргі Сирияның ашылуында сол жорықтардың барлығына қатысады. Кейін оны болып Египетке кетеді, Египетті ашады. Оны болып Туниске кетеді, Тунисті ашады. Абу Бәкірдің кезі, Омардың кезі, Османның кезі, Алидің заманына дейін соғысады екен. Абу Лубаба Рифа'a ибн Мунзир әл-Ансари деген сахаба. Бүкіл өмірін жихадқа, соғысқа арнаған. Сөйтіп Тунистің Қабис деген қаласына келген кезде, жасы 80-ге толған кезде, Али радиаллаху анхудың халифалығының тұсында Абу Лубаба әл-Ансари радиаллаху анху дүниеден өткен екен.